Жаңағы қыз қуу, асы, тоғызқұмалақ, бар спорттар кіргізуге болады. Соның ішінде біздің сұрап отырғанымыз Түркия тарапынан жілік дейтін ойын бар. Жілікті біз өзімізде дамытқымыз келеді. Түркия көкпар дамытып жатыр ғой. Сол сияқты жілік дейтін ойынды біз Қазақстанда дамытқымыз келеді. Өйткені бұл ұқсас ойындар. Найза лақтыру деген қазақта бұрын болған, бірақ өшіп қалған. Найза лақтыру тәжіктерде бар. 2016 жыл Қытайда аударыспақтан Азия чемпионаты болады. Біз оны қалай істейміз, өзара келісеміз. 2017 жыл әлем чемпионаты болады Астанада. Қазақстан Республикасының алдында үлкен бір әлем алдында бір былай айтқанда бір межеміз тұр. Ол не меже дейтін болсақ, Экспо 2017 жылы Экспо көрмесі осы Қазақстанда өтеді. Әлем чемпионаты болады. Көкпардан болады, жаңа тоғызқұмалақтан болады, қазақ күресінен болады, басқа күресінен. Сонда біз көкпарға байланысты не істейміз? Осының бәрін алдын ала келісіп отырмыз.